Қазіргі таңда шыны керек телефон, смартфондар айырылмас досымызға айналды. Күндіз қолымыздан тастамаймыз, ал түнде қасымызға алып жатамыз. Телефонға деген махаббатымыз денсаулығымызға зиян келтіре ме? Енді осыған тоқталсақ. Ұйықтар алдында телефонға үңілу көзімізге зиян екенін барлығымыз жақсы білеміз. Сонымен қатар оның қысқар толқынды сәулесі миымызды тітіркендіріп, тез әрі жақсы ұйықтауымызға жауап беретін мелатонин гормонын бөлінуін тежейді. Сондықтан жылдам ұйықтап, сергек ояна алмаймыз. Күні бойы жұмыстан шаршап келіп, жатар алдында Instagram, Facebook, YouTube, WhatsAppқа кіріп, миымызды тынықтырамыз деп ойласақ, қателесеміз. Ол миды тынықтыру емес, керісінше миға ауыр жұмыс беріп қою, оның белсенділігін арттырып, оған түрлі керексіз дүниелерді толтырып тастаймыз. Мұның барлығы ақш ғалымдарының зерттеуі. Қазіргі таңда зерттеушілер телефон рак ауруын тудырады деген түсінікті анықтауда. Себебі телефон рак тудырады деген нақты дәлел жоқ, бірақ солай болуы мүмкін. Дәрігерлер денсаулығымызға зиян келмеу үшін телефонды жатар алдында кем дегенде жарты сағат бұрын өшіріп қоюға және миымызды тынықтыру үшін кітаптар оқу үшін кеңес береді. Дәрігерлер кәмелет жасқа толмаған балаларға телефон беруге кеңес бермейді. Себебі жас балдардың көру қабілеттері нашарлайды. Сондықтан майда жазуды да көруі қиындап кетеді. Достар, менің пайдалы кеңесім сіздерге ұнаған болса, менің каналыма жазылып, өз ойларыңызды жазып, лайк басып кетіңіздер.